Әнші Қарақат Әбілдина денсаулығына байланысты ерекше ем түрін алғанын айтты. Өнер иесі Қатон Қарағай жерінде қонақ болып, шипа болатын ем түрімен танысқан. Қыдекең екеуміз Өскеменге мектеп ашуға келген сапарымызда Қатон Қарағайға соға кетуді жөн көрдік. Бұл мекен ем іздеген жанға шипа, шаршағанға сая екен. Көкшетау адамның қасы болса, Қатон шашы деп, жергілікті халық әзілмен астарлап, әдемі теңеу айтады. Шынымен де, сұлулықтың шыңы, табиғаттың айнасы десе де болады. Телефонды сөндіріп, табиғатпен үнсіз тілдесудің өзі нағыз медитация емес пе? Саф ауа, самал жел, жайқалған орман, таудың тынысы бәрі жанды тыныштандырып, бойға қуат береді. Маралдың мүйізінен дайындалған сорпаға түсіп, буын-буынға шипа алдық. Жай ғана демалыс емес, рух пен тәннің қайта түлеуі болды деп жазды ол. Маралдың сорпасына түсіп ем алған Қарақатқа ем болсын. Негізі маралдың мүйізінен сантанин деп аталатын дәрі де дайындалады. Бұл дәріні де өте халық бағалы ем ретінде қабылдайды.